мүмкін халыққа көмек етер. Мысалға, екінің бірі рухияны оқи ала ма, дем сала ала ма адамдарға? Жоқ. Дем сала береді ғой, мысалы. Жамағаттар өз-өзіне дем сала береді, Құран білетіне сала береді ғой. Рухия бұл жерде шамалы несі бөлек бағыты. Бұл жерде тылсым нәрсемен жұмыс істеу болғаннан кейін, жаңағыдай кейде сонда айтып отырмын ғой, түйін байлайды ғой бұлар. Түйін байлап защита қойған кезде қорғанады. Мысалы, былайша кездерде анау жындар құтыруы мүмкін да, ана адам рухия келген кезде бір күн оқисың ғой, бірден таяқ жейді да, бірден тығылып қалады. Ертеңіне келеді, оқисың ғой, тым жын жоқ сияқты. Тып-тыныш қана отырады. Кәдімгідей оқи сосын ғой, айтады, ешқандай әсері жоқ дейді да. Мен айтамын, білемін, бірақ кеше ғана қандай болды, бүгін қандай болды. Ол бір күнде қашып кеткен жоқ ол. Әдейі рухияны тоқтасын, болды, жын қашып кетті деп ойласын деп оқытпаған амалы. Сондай нәрсе да. Әртүрлі амалдары. Қулықтары көп бұлардың. Неше түрлі жасайды. Соны біле беру керек та. Былайша адам өз-өзіне дем сала береді ғой, балаларына сала береді. Мысалы, кішкентай балаларға көз тимеу үшін де, мысалы, жаңағыдай Фатиха, Аятул Курси, Амана Расул, Ихлас, Фалақ, Настады жетектен оқып, үрлеп, бір суға үрлеп сөйтіп ішкісе де, оның өзі дем болады жақсы. Шипа аяттары, шипа дуаларын оқыса. Бірақ жын мәселесі келген кезде жаңағыдай тәжірибесі бар жындар болса, оңайлықпен шықпайды ол. Сосын қылғындырады ғой, қылғындырғаннан шықпайды өкінішке қарай. Өйткені жаңағыдай түйін байлаған болса, сен оны қылғындырма, ол түйін шешілген жоқ қой, ол шықпайды. Сосын кейбір жындар сиқыр арқылы кіргендер, кейбір сиқыршылар денеге байлап қояды сиқырды. Мысалы, адамға кукла арқылы жасайды көбінесе, болмаса бір мүсін жасап алады да, тряпкіден, бірдеңеден. Мынандай нәрсе жасайды. Бірінші жынды байлап қояды денеге, куклаға да. Содан кейін жынды байлап қойғаннан сиқыр жасайды ішіне. Сөйтіп сиқыр жасап қойып, тағы түйін байлайды. Содан кейін ана бәрі істеп болғаннан кейін ананың бәріне защита қойып қояды. Ондай нәрсе қылғындырғаннан шыға ма? Просто логически ақылға салып көрсең, ананың бәрін шешпесең, ол шықпайды. Негізінде. Ақылға салып көрсең, былайша айтсаң, ол адамды қалай қылғындырсаң да, ол защита шешілмей, ол шыға алмайды анау жын. Өйткені ол байланған. Көп случай болады. Оқып атсаң, анау жындар өздері сөйлейді ананың даусымен. Мені шеш, мен шығам дейді. Болмаса ой салып атады. Шешсін деп атыр дейді. Нені шешсем, мен әдейі сөйлетемін ғой. Нені шешсін деп атсам, түйіндер шешсін, сосын шығам дейді. Кейбіреулер айтады, өртеніп атыр, бірақ шыға алмайтын, өйткені байланғам дейді. Кәдімгі сөйтіп аналарға ой салып тұрады. Соны маған айтқызып тұрады. Сосын мынандай нәрсе болады. Кейбір сиқыршылар ана кіргізген жынның аузын тігіп тастайды, сөйлемейтін қылып. Аналарға только ой салып тұрады да. Сосын мен айтамын, өзі неге сөйлемейді деймін ол кейде. Ой салып тұрады да, аузын тігіп тастаған сөйлей алмайды. Мылқау сияқты. Ондай да болады. Сосын еріксіз кіргізген жындар болады. Бізде мынау адамдар әлемінде жүреді ғой, әртүрлі адамдар, ішкіштер, жаңағыдай бич дейміз ғой, неше түрлі жүреді ғой. Ол жын әлемдерде сондай болады. Бір қаңғып жүрген жындарда, анау жындардың өздеріне сиқыршы болады. Сөйтіп сиқыр жындар өздері, анандай өздерінің қаңғып жүрген жындарын ұстап алады да, сиқыр арқылы біреудің денесіне кіргізіп береді, еріксіз. Сондайлар рухи оқыған кезде олар жылап шығады. Ол белгілері. Уже білесің да, что ол байланған біріншіден еріксіз кіргізіп берген. Екінші, кейбір оқығасын қарқылдап күледі. Олар уже жаңағыда сиқыршылардың көмекшілері. Уверен болып отырады да, типа, сен мені шығара алмайсың. Бірақ альхамдулилля, ондайларды шығарамыз ғой. Мысалға, әйелдің жатырында жатып алып, жан-жағында бүйрегін, ішектерін жан-жаққа байлап тастауы мүмкін, Мүмкін емес, и так байлап тастайды. Айтып бағана айттым ғой мен, бүкіл дене мүшені байлайды, болмаса бірнеше мүшені байланыстырып қояды. Жаңағыдай, по-женски... Адам түк істей алмайды. Түк істей алмайды, Бірдеңе істейін десе істей алмайды. Бастайын десе бастай алмайды. Бір инвалид сияқты болып отырады. Мысалы, сиқыр робот деген бар, робот деген байлау деген мағынада келеді. Орысша связан дейді. Сиқыр роботтың мағыналы несі көп, жолды байлау. Мысалы, үйленуге жолды байлау. Мысалы да, жалпы байлау, жұмысқа, кәсіпке. Болмаса, ерлі-зайыптың жыныстық қатынасына жолды байлау. Сиқыр робот. Связывание половых органов дейді. Ондай байлайтын болса, ерлі-зайыптар бір-біріне жақындаса алмайды. Өкінішке қарай. Өйткені анау жын әуретке кіріп алады да, уже ер адам жақындаған кезде ананы жолатпайды.
любым способом жолатпайды. Иә, надо вот ана әйел истерика көтереді да өзінің күйеуін жолатпайды. Ол сиқыр арқылы. Болмаса ер адамға жасайтын болса, ол ер адам импотент болып қалады. Сиқыр робот дейді оны. Түрі көп айтып отырмын ғой, смотря қандай ниетпен қандай неге жасаған. Сол сияқты негізі қалай айтсам екен, дене мүшенің бәрі байланысы мида ғой. Иә, ми арқылы контроль жасайды да олар. Миды блокировать етеді. Көбінесе басқа жатуы мүмкін, иә? Көбінесе басқа түйін байлайды. Енді кірген жындардың бәрі басқа байлайды. Сосын кома жындардан болады. Инсульт, инфаркт комадан болады. Мен бір қызды оқыдым. Ол инстаграмда менде парақшада бар. Ол қыз 8 жасында бастап сүрініп құлай бастады. Денесін ұстай алмай. Содан 12 жасында ма? Иә, 12 жасында инвалидтік креслоға отырады. Анау қызды бірінші рет алып келген кезде, енді қарап алсаң, анау таза мәйт қой анау. Көзі ғана беті жыплақ етіп қарап тұр, денесі қозғалмайды. Енді аяйсың бұл жағынан. Жасы 24 екен, шамалы дамымай алған. Ана қозғалыс жоқ қой. Сосын енді мен биікте тұрғаннан кейін олар көтеріп алып келу қиын болды да. Сөйтіп бірінші этаждан пәтер жалдады да, мен бір ай барып оқыдым. Оқығаннан кейін енді ол қызды Ташкентке де апарған, Кореяға да апарған. Кореяға апарғанда айтты, жаңағыдай бұрын зерттелмеген вирус миы өліп жатыр деп. Жап-жас қыз ғой. Содан мамасы папасы келді, оқып көреміз ба деді, әйтеуір. Ем шипадан аладан ғой енді. Оқи бастадым. Оқып отырып енді анау дым қимылдамайды. Оқып отырып зерттеп отырмын да. Қарасам, енді денесі қарасам қатып қалған бәрі. Әжесі медик екен, пенсия шыққан. Апа, массаж істеп отырмыз күнде. Енді обал ғой деймін да жас қызға, иә. Күнде кәдімгі анау қара зере майын алып, бүкіл денесін массаждаңыз. Күнде рухи оқып отырмын. Бір аптада келсем, балтырлар жүр, ұсақ уже. Уже рахаттанып қалған да, ана қызда шамалы бит уже. Икемі бар да уже. Денесі қатып қалған ғой, обал ғой деймін да анаған. Сөйтіп оқып отырып, зерттеп отырмын ғой, енді неден болуы мүмкін ғой, енді Құран шипа ғой, ананы оқимын, мынаны оқимын. Сосын барып аяқтарын ұстап көрсем, мұздайды ана аяғы. Түсіндім бір негізі көз тигенше. Сол уақытта оқи бастап ем. Қазір мен айтайын, неше күн. 3 апта деген кезде іші кетті ғой ана қыздың. Кебем, ойба, анашы кетіп жатыр деді, су. Мен айттым, ол жақсы белгі дедім да. Сөйтсем, көз тиюмен болған жын кірген, миын блокировать етіп тастаған. Сонымен 25 күн оқыған кезде, уже келсем, ана қызы уже күліп отыр ғой, күліп отырып, сөйтіп әжесі доп лақтырады, ана қыз жатады, күледі, лақтырады, қайтарады. Енді бұл қатты қозғалмайды, бірақ қарасам, аяғым былай уже қозғалып жатыр да. Сонда бас аяғы бір ай оқыдым. Инстаграмда суреті бар, уже бітіп отыр, уже көзі жайнап тұр да, уже басқаша. Оған дейін суретте көз бүйтіп өшіп қалған, бүйтіп ше. Анада көз жайнап, уже бітіп отыр да қолымен. Айырмашылық бір айда. Құранның шипасы да, Алланың сөзімен деген. Дұрыс бағытта таптым, и анандай әсері болды да. Сонда көз тиюмен жын кірген, миын блокировать етіп тастаған. Әңгіме айтып жатыр. Ана қыз қозғалатын болды. Әжесіне де комментарий бар инстаграмда. Голосовой жіберіп жатыр да, сондай деп. Шипа Алладан. Мен әрекетін жасадым, Алла шипасын берді. Таза. Құранның кереметі. Сондай да, просто іздену керек та адам. Жаңағыда ойбай, мен күшім жетпейді демей да, іздену керек. Былай кел, былай түртіп кел, былай түртіп кел, әйтеуір бір жағынан шығады ғой. Иә, ол қараптан қарап, ол қыз қараптан қарап ұрып қалған жоқ қой. Мысалы 8 жасында қараптан қарап сөніп құлайды. Ол сондай болған жоқ қой дейсіз ғой. Жоқ, ол дейді, әжесі айтады, кішкентай кезден пысық дейді, тазайым. Сосын мектепте неғылған кезде әдебиет тілімен сөйлеген кезде ана жерде мұғалімді таңғалатын тұғын дейді. Сол кезде көз тиген уже мектепте. Анау деген пысықтығы соншалықты дейді, өте пысықтың да, жаңағыдай жүргенде жүйрік жүретін тұғын, шустрый тұғын дейді да. И сол жас 8 келген кезде денесін ұстай алмай шүрініп құлай берді дейді. Уже миға нагрузка кетті, жын кіріп алған, миды блокировать етті и құлай берген. Мына көз тиген әлегі қарасай қандай зардап шегіп отыр. Ал медиктер ондайды емдей алмайды. Көз тиген маған кішкентай балдар алып келеді ғой. Мен поликлиникаде барамын ғой. Анализге УЗИ бірден сотқан кезде ана жақта кішкентай балдар шырылдап жатады. Мен білемін уже көз тигенше.
укол салып жатып ойбайлап жатады ана жерде. Мен айтамын ештеңе маған алып келсе ештеңе деп 1-2 күнде тас қылып беремін ғой деп ше. Ондайлар да болды. Аппарат поликлиника анализ тапсыртқызады. Барып айтпайсыз ба? Қалай айтасың? 1-2 рет айтып едім, маған бір түрлі жын сияқтысың ба деген қарады да. Я сен кімсің деген сияқты. Сосын маған не керегі бар оның? Алла қаласа өзі алып келеді ғой. Енді кімнің бойына бейнет жазылды, сол жүреді сол бейнетпен. Өйткені біздің қолымызда емес. Енді ол емнің кіру мәселесі де, оның шығу мәселесі де Алланың қалауымен ғой. Бәрі Алланың қалауымен. Біз просто амал жасаймыз. Амал жасаймыз, әрекет жасаймыз. Ниетке қарай қай кезде уақыт келеді, Алла шипасын бере салады. Болды. Әрекет жасауымыз керек. Сосын мен көп адамдарға түсіндіремін, мына көп адам ұмытып кеттім айтуға. Рухия келеді ғой. Кейбіреу міндет қылады. Берген ақшасын. Мен айтамын, сендер міндет қылмаңдар деймін да. Мысалы, мына араб елінде пәтуа шығарып қойған. Емдерің келе ма шариғи еммен? Фатиха сөзі араб елінде риал деймін. 500 риал дейді. Пожалуйста, 500 риал төле, Фатиха сөзі саған оқып береді. Ақша? Бақара сөзін оқисың ба? Ұмытып қалдым, 2000 риал ма сондай. Төле, саған оқып береді, дем салып береді. Суға керек па? Суға дем салып береді, оның ақшасын төле. Ұнамай ма? Поликлиника бар, пожалуйста. Ешқандай не жоқ дейді. Нені қалайсың, соған бар. Келеді жаңағыдай міндетсінеді, бір келеді, бір келмейді. Мен айтамын, маған міндет қылма деймін. Өйткені ол ем саған керек. Мен айтамын мысалы, сен келесің, сен үшін мен жалынамын Аллаға. Сен келесің, мен Құран аяттарын оқимын да, жүндерін, дұғаны оқимын, Алладан жалбарынып, сен үшін Алладан мен шипа сұраймын, сен сол үшін маған ақша төлейсің. Энергиямен болу керек қой. Ұнамай ма, өзің бар да, арабша үйрен ал да, өз-өзіне дем сал. Ешқандай проблема жоқ. Қалтаңда ақшаң қалады. Соны түсінбейді да кейбіреулер. Бізде мынандай стереотип жаңа қалыптасқан ғой. Құранға ақша төленбеу керек деген да. Жоқ. Мысалға араққа төлейді, темекке төлейді, нашаға төлейді да, Құранға келгенде ақша төлегісі келмейді. Сол сияқты. Құран оқи ма біреу? Сол кісіні төле, пожалуйста. Ешкім еріп отқан жоқ. Неге мысалы мен болмаса біреу тегін оқу керек. Уақытын бөліп, өзін дауысын қарылып тұрып, өзінің жұмысын тірлігін бәрін тастап, сен мысалы ол үшін тегін нәрселер шифа болмайды ғой. Сен ол үшін кімсің мысалы? Шықпағасын олардан да. Мысалы да, ол садақасын беру керек. мен мысалы достарым өздері келеді, дем салдырып ақшасын беріп кетеді. Өйткені сен еріп отқан жоқсың. Өйткені сен ем арасы, сен емшісің дейді. Ол рас. Бөтен адам келеді, неге мысалы мен тегін оқуым керек? Қарап отырсаң. Сосын көбісі жаңағыдай комментарийде жазады, былайша кезде айтады да, ой, бұлардың бәрі тек ақша алуды біледі дейді. Сонда не істеу керек? Бәріне қойып, тегін оқып отпайды ғой. Соны айтамын ғой, сонда не істеу керек деймін да. Құранды сатып алсындар дейді да, мен Құран сатып жатқан жоқпыз. Кезінде пайғамбарымыз кезінде бір сахабалар жолда келе жатқан кезде бір ауылға соғады ғой. Сөйтсе бір кісіні жылан шағып алған екен. Сол кезде адамдар сұрайды, араларында емші бар ма деп. Сол кезде бір сахаба айтады да, мен емдеп көрейін деп сөйтіп Фатиха сөзін 7 рет оқиды да, түкіреді да, түкірікпен жаңағы жылан шаққан жерге басқан кезде жаңа адам тұрып жүгіріп кетеді. Бірақ алдында келіседі, 10 қой бересің дейді. Ол болған нәрсе. Сөйтіп аналар енді ана адам тұрғызу керек қой, келіседі. Сөйтіп ана емдеп болғаннан кейін 10 қойды айдап алып кетеді. Сөйтіп пайғамбарымыздың қасына келгеннен кейін бір сахаба айтады ғой, пәленше сондай істеді, короче 10 қой алды дейді ғой. Сол кезде пайғамбарымыз айтқан жоқ, сен неге істедің, Құран саттың деген жоқ, анадан бір қойды маған әкеп тастаңдар деді. Ол достоверный хадис бар. Ол күнә емес, харам емес. Ол сенің еңбегің. Мен соны түсінбеймін да кейбір адамдарды. Айтпайын десең жаңағыдай ғой, енді осындай кезде айтып қаласың ғой енді. Өткен комментарий неше түрлі жазады, жын шықпаса ақшамды қайтып бересің ба, сондай да. Сен УЗИге бір жерге барасың, ақшасын төлейсің. Ол адам өзі сенімсіз болып тұрған ана нәрсенің шықпайтын. Ниет қой, ниет бір жерде. Ниет, сосын вас тастайды. Сен бір жерге мысалы бір анализ тапсыруға барсаң да ақшасын төлейсің, өтесің. Осыған только анализді ғана қойып береді, ары қарай сені емдемейді, бірақ сен үндемей алып кете бересің ғой соны. Ақшамды қайтып беріңдер демейсің. Ол анализ тура ма, тура емес па, бір Құдай біледі, мысалы. Дәріні сатып алғанда да сен бұдан жазыласың ба, жазылмайсың ба, білмейсің ба? Врачтарға сен айта алмайды мысалы. Врачтарға сен мені емдемедің, өтпедің. Мен мысалы бір әйел кісі келді жақында. Ол кісіге сиқыр жасап жүрген екен, өлімге. Өлімге жасап жүрген екен, ол кісі енді ападем шаршап кетті. Сөйтіп оқып жатсам, сөйтсем өлімге могильный сиқыр жасап жіберіпті. Енді анау кісі аяқ қолы дұрыс қозғалмайды. Сиқыр арқылы не жасаған ғой енді. Сол оқи бастағаннан кейін жаймен аяқ қолы қозғала бастады. Сөйтіп Алла шипасын берді, 12 күнде бас аяғы бітірдік. Алланың қалауымен. Енді ол кісі айтады, маған диагноз қойды,
инвалидность берді дейді. Инвалидность берді, Кореяға дейін бардым, диагноз подтвердился дейді да, айына 12 миллионға укол саламын дейді. 12 миллион теңге айына бір рет. Бірақ маған көмектеспейді дейді да. Басқара салады, оларға көмектеседі. Мен айттым, өткені сенде сиқыр арқылы болып тұр да. Сиқырдың күшін жойды, жын қашып кетті. Барды, қайтып анализ тапсырды, анализін таза болып шықты деп. Ол кісі, мен ютубта подкастым бар, соның астына комментария жазып жіберді. Мен бардым, анализін таза болып шықты, врач в шоке дейді ғой. Сонда 1,5 жылдан бері ауырып жүрген адам мысалы. Құранның кереметі. Ол кісі қуанып отыр. Мысалы айтады, 1,5 жылдан бері мен өзімді бір адам сияқты сезінген жоқпын дейді да. Шаршап қалғанмын, не істерімді білмей, жаңағыдай постоянно үрей, денем бәрі ауырады, я бір ұйқы жоқ, я дұрыс отырып тамақ жей алмайсың. Постоянно жүректе не дейді да, тыныштық жоқ дейді да. Жаңағыдай отырса тұра алмайды, тұрса отыра алмайды. Сондай. Өз-өзіне қызмет жасай алмаған ғой, да табы сондай болып қалды. Енді Алланың кереметі 12 күнде бас аяғы келді, кетті. Енді қазір қаласа рахаттанып жүр. Алланың қалауы солай болды. Сол сияқты ол айтады, бірдеңені бастадым ба, соңына дейін бару керек дейді. Ол кісі де жаңағыда психолог екен. Сөйтіп біраз сөйлесіне алдық. Ол кісі қуанып жаңағыда, мә дейді, мен сізді кездеспегенде жүретінен ғой дейді. Мен айтам, Алланың қалауы солай болды. Алла қалады, алып келді, маған мен оқыдым, Алла шипасын берді. Алла қалаған адам барады ғой сізге. Сонымен кетті. Сол мен айтам, ол сен ана жерде Инстаграмға, ТикТокқа ойбайлап жаза берсең де, Алла қаламаса келмейді ол адам. Өткенде менде болды, реальный знаниямен шығарып отырдым ютубқа. Бірде бір адам звондаған жоқ сонымен. Өткенде қазіргі адамдар шындықты қабылдамайды. Өтірікке қатты сенеді да, шындықты өтірік деп қабылдайды. Сосын мен алдым, ана видеоны удалить етіп жібердім. Содан кейін мен уже шығармаймын. Өткенде адамдар шындыққа сенбейді. Шындықты қойсаң өтірік ол дейді. Қазіргі шығып жатқан өтіріктерді ана жерге қарасаң не бір комментарийлер жазып жатыр. Қарап жатсаң да, сол үшін пайғамбарымыз айтқан кез келді. Сондай дәуір келеді. Шыншыл адам өтірікші болады, өтірікші адам былайша айтқан кезде уважение болады да, бәрі сыйлайды. Сол заман келді қазір. Қазір өтірікшілердің алаяқтардың нандары жүріп отыр ғой. Бәрі солай тыңдап отыр. Қазір қарап отырсаң, кім екенін білмейсің. Инстаграмға шықсаң да, анауса сайрап жатыр, мынауса сайрап білмейсің ғой, рас қой? Қарап отырсаң бәрі керемет. Маған рухия келеді ғой, кейбір оқып жатқан қарасаң теріс шығып жатады ғой. Субханалла. Сол кезде көресің сондай қызықтарды. Рухия келген кезде жертва болып келеді да. Біреудің жертвасы оқығаннан қарап отырсаң ше, ананың аяғында келмейді даже. Шайтан ондай да болды менде. Өткенде өзі неше түрлі бітірген да оған дейін. Сосын біреу алғанда кек алып жіберген. Өзінің күнәларынан дейсіз ғой. Сондай нәрсе ғой, ол да бар. Сосын кейбіреу айтам, сен сондайды біраз тыңдапсың ғой, мен сені оқымаймын деймін. Не айтса соны айта берсін. Мен оқымаймын. Өйткені сен өзің біреуге зиян келтірдің. Сен келсең, мүмкін біреу қайтыс болып кетті. Неге мен сені оқуым керек? Болды, оқымаймын. Ондай да болады. Енді психология ғой бәрі. Айналып келгенде бәрі психология байланысты. Адам психологиясын түсінбесең, ол да минус. Бәрі келеді. Жастар келеді, үлкендер келеді, әйел келеді, екі адам келеді. Бірнеше семьясымен келеді мысалы. Қарап отырсаң, кейбіреу келеді да, маған келеді да, өзінің семейный несін шешіп отыр. Мен айтамын, мен психолог емеспін деймін да. Сөйтсем жаңағы күйеу айтады, әйелім маған бағынбайды дейді да, маған неге келдіңдер деймін ғой, мен ондай шешпеймін. Мен арқылы шешкісі келеді да, мүмкін ана ішіне жын бар шығар дейді. Сондай мәселемен келеді да. Бір ер жайыптар келді, күлгім келеді да. Келді. Жаңағы жігіт айтады, что-то әйелім мінезі өзгеріп кетті аға дейді да. Осы ішінде жын бар ғой дейді. Хорошо оқып көрейік деп оқып отыр бүйте қарап осы ана баланың өзінің ішінде жын отыр ғой. Жылап жүреді, құладан ау ше. Әйелі қарап күліп отыр, өзіңде жын бар ғой сенің дейді да. Анау бала ше кәдімгідей ана әйелінің тізесіне жатып алған, еңіреп жылап отыр ішіндегі жын. Здоровый жігіт анау. Ақыр аяғында әйелі таза болып шықты да, айтайын сен менен күмәнданатын ғой да, өзіңнен шайтан шығып тұр ғой дейді да. Ол ақиқат нәрсе. Анау бала ақыры секіріп кетті, кеге жоқ рухи. Аға келем деді да, ауылмен жоқ болып кетті. Ол қалады, что әйелі таза емес. Ол ниеті дұрыс емес. Ол әйелінің бетіне басқысы келді. Сондай бір нелер айтқысы келді да, әйел таза шықты да. Қоғамдар сондай ғой жалпы. Соға мен ғой соға айтып жатқаным. Өзі әйелі таза шықты да, өзінен жын шығып еді, нәпсі шырылдап кетті да, жоқ болып кетті анау. Көрдің ба?
қандай қоғамда қандай нәрсе. Сол үшін оңай нәрсе емес, әртүрлі адам келеді. Ол сендер көрмейсіңдер ма? Мен ғой көреді күнде. Неше түрлі кадрлар келеді ғой. Субханалла. Полиартрит, ревматизм деген аурулар болады да. Иә. Сол жағынан келіп емделген адам болды ма сізде? Полиартрит жаңағы ғой, суставның ауруы ғой. Сүйекті. Көбінесе сол көз тиген завистен болады. Бір апай келді, былтыр емес, алдыңғы жылы. Ол кісі 70-ге келіп қойған екен. Біреуді естіп келген ғой. Апа, не келдіңіз? Аяғым ауырады дейді. Мен дәрігер емеспін ғой деймін ғой. Дәрігерге барыңыз, укол береді, массаж береді. Жоқ, сен емде дейді да. Сөйтіп әрбір оқысам, ешқандай сиқыр істеме жоқ екен. Сосын енді менде шүкір Аллаға рухия көп қой. Сүйегім қақсайды деген сүйек оқиға болса, айтады, сен оқысың, сүйекпен бітіп 9 жүріп жатыр дейді да, кәдімгідей әсер беріп жатыр дейді. Сөйтіп 12 күн ба, сондай оқыдым, жақсы оқып қалдым дейді да анау кісі, кәдімгідей. Сонымен кетті, довольный. Сондай нәрсе да, әркімдікі әртүрлі ғой енді. Жақсы оқып қалдым дейді да, енді ол мен айтамын, апа, мен сізге 100% денсаулық бере алмаймын ғой енді, бәрі Алланың қолында, сіз болса да жас емессіз, сіз жас болғаннан кейін мен өзімде де мысалға денсаулықта проблема бар деймін, мысалы қазір ауырмайтын адам жоқ. Соны түсіндірдім да, ол айтады, бірақ мынау қойды дейді. Сүйек қақсағаны қойды деп қойды кәдімгі ше. Кетті кәдімгі, ондайлар да келеді. Неше рет звондайды, бірақ өте үлкен кісілерді оқымаймын. Өте көтере алмайды олар. Енді түсінемін ғой, біреудің анасы, біреудің тәтесі, бірақ жаңағыдай ғой, уақыт келген кезде уже ол кісілер алжиды кейбіреулер. Сосын уже өмірде уже бітуге таяды ғой. Ол жерде уже бір Алла біледі, қай кез өліп кететінін білмейміз ғой біз енді. Жастарда қанша кетіп жатыр қазір. Бәрі Алланың қолында ғой. Сол себепті шифа берсе келеді дейсіз ғой. Енді бәрі құдірет Алланың қолында ғой, иншалла. Иншаллах. Бауыржан аға, көп рахмет. Осымен подкастымыз бір 3 сағатқа таяды. Иншалла енді. Алланың қалауы қалай болады, солай болады. Адамдарға пайдалы болсын. Ниетіміз адамдарға пайдалы болу. Иншаллах осы жақын арада Алматыға бармақшысыз. Иншалла, Алла қаласа. Алла сәтін салсын, жолыңыз болсын. Қаншама адамдарға пайдалы болып, осындай елдің алдында, халықтың алдында алғысын алып жүре беріңіз. Амин. Әрқашанда жолыңыз болсын, қайда жүрсеңіз де. Алла күш қуат берсін сізге. Амин. Сіздей адамдар бізге қоғамға өте керек. Иншалла енді бәрі Алланың қалауымен. Біздікі тек ақпарат қой, халыққа ақпарат айту. Сол әйтеуір қорғана білсе, өз-өзін дұрыстай білсе, бір адам болса да қоғамда дұрыс жүрсе де қуанамыз ғой, себеп. Сол үшін де сіздерге де рахмет. Осындай сұхбатқа шақырылғандарына. Алла сіздерге де кәсіптеріне береке берсін. Иншалла, жын шайтандардан сақтасын. Қандай да болса сиқыр дуалардан сақтасын. Қандай да болса жақсылықта кездесейік. Тағы да сұхбаттасайық, бірақ жақсылықта. Бұдан да мүмкін тағы да көбірек ақпараттар келер. Енді адам өзі тәжірибе алған сайын ақпарат көбейе береді ғой. Әрине, білім ғой ол. Сол, мен де өте қуаныштымын. Жақсы, сау болыңыздар.